Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгерем онлайн курсы және оның авторы Шәкәрімова Ардақ Қамғожақызы. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен 10-шы сыныптағы молекулалық биология тарауындағы липидтер немесе майлар деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Бүгінгі тақырыпта аса күрделі, жалпы 10-шы сынып пен 11-ші сыныптың тақырыптары өте күрделі. Сондықтан аса мұқият болып қарауларыңыз сұралады. Липидтер немесе майлар бұлар суда ерімейтін органикалық қосылыстарда жақсы еритін заттар. Қандай органикалық қосылыстарда ерейді? Бұнда бензин, хлороформ, диэтилді эфирде ериді. Ал суда мүлдем еримейді. Сондықтан ол гидрофобты дейміз. Гидро деген сөз су, фобус ұнатпаймын. Яғни суда ерімейтін заттарды гидрофобты дейді. Суда еритін заттарды гидрофилді дейді. Яғни майлар гидрофобты. Майлардың құрамына негізіне алғанда 3 элемент кіреді. Көміртек, сутек және оттек. Жалпы майлар екі түрлі құрамдас бөліктен тұрады. Біріншісі ол карбон қышқылдары, екіншісі көп атомды спирттер. Негізінен алғанда карбон қышқылдары бұл жоғарғы карбон қышқылдары, төменгі емес. Бұл жерде көміртегінің саны 15-тен жоғары болатын карбон қышқылдары екен. Ал енді олар өзі екі топқа бөлінеді. Қаныққан карбон қышқылдары, қанықпаған карбон қышқылдары. Қанықпаған карбон қышқылдары өздеріңіз химия курсынан білесіздер. Мына көміртек атомдарының арасында екі қос байланыс бар. Оларға қанықпаған карбон қышқылдарына алейн, линол қышқылы, линолен қышқылдары жатады екен. Енді қаныққандарға стеарин және пальмитин жатады. Яғни қаныққан деген бір байланыс, қанықпаған қос байланыс. Сонымен, жаңа ғана айттық, майлардың құрамында карбон қышқылдары 15-тен жоғары және спирттер кіреді, көп атомды. Қандай көп атомды спирттер кіреді? Бұл біріншіден глицерин, екіншіден сетил, стирил, мелицил, мерицил спирттері кіреді екен. Сонымен, майлар немесе липидтер көп атомды спирттерден және карбон қышқылдарынан тұратын суда ерімейтін гидрофобты қосылыстар болып табылады екен. Балалар, липидтерді біз жалпы құрамына байланысты екі топқа бөлеміз. Біріншісі қаныққан липидтер немесе қаныққан майлар, екіншісі қанықпаған. Қанықпаған майлар бұл құрамында қанықпаған карбон қышқылдар болады. Бұларға жаңа бағана айтқанбыз линол, линолен дегендер жатады. Олардың көміртек атомдарының арасында екі байланыс, сондықтан ол қанықпаған. Бұндай майлар негізінен алғанда тек өсімдік майлар, жануар майлардың ішінде балық майы қанықпаған майға жатады. Қанықпаған майлар адам ағзасы үшін пайдалы болып келеді. Екіншісі, қаныққан майлар бұл жануар майлары. Олардың құрамында қаныққан карбон қышқылдары бар. Оларда қос байланыс емес, бір ғана байланыс болады, жануар текті майлар. Бұларға бізде жаңағы стеарин және пальмитин майлар жатады. Қаныққан майлар негізінен алғанда адам денсаулығы үшін зиянды болып келеді. Сондықтан дәрігерлер көбінесе бізге өсімдік текті майларды қолдануды ұсынады екен. Енді балалар, жалпы липидтердің жіктелуіне тоқталайық. Липидтер немесе майлар екі топқа бөлінеді. Қарапайым липидтер және күрделі липидтер. Қарапайым липидтерге өсімдік майлары және триглицеридтер, жануар майлары балауыз жатады екен. Ал енді күрделі липидтер деп неге атаймыз? Себебі олардың құрамында майлардан басқа құрамдас бөліктер бар. Егер майлардың құрамында фосфор қышқылы болса, онда фосфолипидтер деп аталады. Егер майлардың құрамында көмірсулар болса, гликолипидтер деп аталады. Егер майлардың құрамында нәруыздар болса, ол липопротеидтер деп аталады екен. Сонымен, тек майлардан ғана тұрса, ол қарапайым, оларға өсімдік майлары, жануар майлары, балауыз. Ал енді күрделі майлардың құрамында басқа да құрамдас бөліктер бар. Фосфолипид, гликолипидтер және липопротеиндер бұл күрделі майларға жатады екен. Енді балалар, майлардың қолданыла байланысты түрлеріне тоқталайық. Бұл қаныққан майлар, қанықпаған майлар, трансмайлар деп бөлінеді. Қаныққан майлар, бұлар бағана айтқанбыз, көміртек атомдарының арасында бір ғана байланыс бар, толық қаныққан. Негізінен алғанда бұлар зиянды майлар тобына жатады. Бұл майларды көп мөлшерде пайдалану, бұл жануар текті майлар дегенбіз. Бұл қан тамырларын холестерин деңгейін арттырады. Біріншіден, бұл холестерин деңгейі көп болған кезде адамның қан тамырларына арасында қақпақшалар пайда болып, жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруларына әкелуі мүмкін. Сонымен қоса қатерлі ісіктерге де себеп болып жатады.
Сондықтан қаныққан майларды көп мөлшерде пайдалануға болмайды. Екіншісі қанықпаған майлар. Бұл өсімдік текті майлар дедік. Бұлар жаңғақтарда, өсімдік майларында болады. Балықтың майында болады. Бұларда пайдалы майлар. Бұлар жүрек қан тамырлар жүйесіне пайдалы болып келеді екен. Енді үшінші майлардың тобы бұл трансмайлар. Трансмайлар деп неге атайды? Бұл майларды жоғары температурада қыздырады. Соның әсерінен олардың сақталу мерзімі артады. Бұл майларды көбінесе кондитерлік өнімдерде, соустарда, маринадтарда қолданылады екен. Бұл трансмайлар өте зиянды. Себебі олар өңделген майлар. Оларды печенье өнімдерінде, онымен қоса тәтті тұздықтарда, түрлі тұздықтарда, маргарин майының құрамында осы трансмайлар кездеседі. Сонымен пайдалы майлар бұл қанықпаған майлар, өсімдік, ал қаныққан трансмайлар өте ағза үшін зиянды болып келеді. Оларды мөлшерін қолдануды азайтқанымыз дұрыс. Құрметті оқушылар, енді майлардың қандай маңызы бар, соған тоқталайық. Майлардың ең бірінші маңызы қорғаныш қызметін атқарады. Мысалға алатын болсақ, тері астында шел қабаты бар дегенбіз. Естеріңізде болатын болса, 8-ші класста сол шел қабатында бізде майлар қорға жинақталады және механикалық соққыны азайтады екен. Механикалық соққының әсерінен қорғайды екен. Екінші қызметі қор жинау. Ол да осы қорғаныш қызметіне ұқсас. Өздеріңіз жақсы білесіздер, адам көп мөлшерде тамақ жейтін болса және ол тамақ энергетикалық жағынан шығындалмайтын болса, біздің организмімізде осы зат қор заты ретінде, май ретінде тері астында, іште, бөкседе қор заты ретінде жинақталады. Бұл әсіресе жануарлар, қысқы ұйқыға кететін жануарлар үшін өте маңызды. Мысалы үшін, аюлар өздерінің күзге қарай денесінің астына, терісінің астына көп мөлшерде қор заты ретінде майды жинақтап алып, қысқы ұйқы кезінде сол майды пайдаланады екен. Енді үшінші қызметі энергетикалық қызметі. Май ыдырағанда бізде организмге энергия бөлінеді. 1 грамм май ыдырағанда 39,1 килоджоуль энергия бөлінеді екен. Төртінші қызметі бұл гормон. Кез келген майлар, гормондар майдың қатысында түзіледі. Сондықтан мысалы үшін майды тағамды жеуден бас тартуға болмайды. Себебі біздің организмімізде гормондардың түзілуіне біз кедергі келтіреді екенбіз. Иммундық қызметі 5-ші бұл, яғни иммундық жүйенің белсенділігін арттыруға қатысады екен. Тасымалдаушы қызметі 6-шы. Бұл жерде, яғни суда еритін витаминдер бар дегенбіз, майда еритін витаминдер. К, Е, Д, А витаминдері бұл майда еритін витаминдер. Яғни май осы витаминдердің ағзаға тасымалдауын қамтамасыз етеді екен. Ең соңғы қызметі бұл эндогенді қызметі. Бұл жерде майлар өздеріңіз жақсы білетіндей, май ыдырағанда су бөлінеді екен. Мысалы үшін, түйенің өркешінде май көп мөлшерде жинақталады да, ол сусыз уақытта сол майды ыдырату арқылы өзінің организмімізде су мен ылғалды қамтамасыз етеді екен. 1 грамм май ыдырағанда 1 литр май су бөлінеді екен. Қарап отырсаңыздар, май өте көптеген қызмет атқарады. Сондықтан да кейбір жасөспірімдер майлы тамақты жемеймін, бұл менің үшін зиянды деген сөзді айтпай, тағамдардың құрамында майды болуды қамтамасыз ету керек екен. Енді тәулігіне қанша май пайдалануымыз керек? Яғни бұл жалпы көрсеткіші мынандай екен. Адам тәулігіне 3600 калория қабылдау керек. Оның 10% калория құрайтынын білеміз. Яғни 1 грамм май 9 калория болғандықта, сонда біз адам шамамен алғанда 40 грамм май қабылдау керек екен. Бұл тағамның құрамында, жеген өнімдердің құрамында бар. Сонда адамның тәуліктік мөлшері 40 грамм май екен. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен көптеген майдың қызметі, түрлері, құрамы талдап өттік. Сіздерден сұралатыны видеоды жақсылап мұқият көреміз, түсінбеген жеріңіз болса қайта көреміз. Онан кейін слайдтағы негізгі ұғымдарды міндетті түрде дәптерге жазамыз. Себебі жазу ол біздің сабақты жақсырақ меңгеруімізге мүмкіндік береді. Ал бекіту үшін онлайн тест платформасындағы тестті шешеміз. Сіздерге бүгінгі менің түсіндірген сабағым түсінікті болды ғой деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.